Саламатсыздар, құрметті жұрт не дейді телеарнасының көрермендері. Бүгінгі өзекті тақырыбымыз қазіргі таңдағы әйелдер тобы мен еркектер тобының қандай мәселені, қандай тақырыптарды қозғап талқылап жатқаны туралы біздің тілшіміз түсіріп қайтты. Соларды естіп көрейік. Сәлем қыздар, ханымдар. Бүгін не жасадық? Бүгін кешегідей айтқанда мен тапсырмаларым бәрі орындалды ма қыздарки? Сағат 5-те тұрып, 7 километр жаяу жүруіміз керек еді. Сосын 100 рет салауат айтамыз. Бәріміз істедік па соны? Саламатсыздар ханымдар. Иә, мен бүгін таңда сағат 5-те тұрып, паркке барып жүріп қайттым. 200 километр жүрдім. 200 километр жүріп, сосын 100 салауат айттым. Деп, одан кейін сол кеше сіз айтқандай қорықпай сол өзімнің товарларымды эфирге шығып сатып бастадым. Сол кешегі бір эфирдің өзінен 100 футболка сатыппын ғой, Құдайға шүкір. Ханымдар, қалайсыздар? Мен де бүгін таңда ерте 5-те тұрып, мен бірінші жұмысым сол жылы су ішіп алдым да, одан кейін қамыр ашытып қойдым. Көп қамыр ашыттым да, сосын жүруге кеттім. Сол мен де бір 2 круг па жүріп қайттым. 2 круг жүріп, соны ашқан қамырмен, пирожкимен пиццамды істеп тастадым. Сол пирожкимен пиццамды жасап, сосын бір 20 магазинге барып өткізіп келдім. Бүгінгі менің жасаған табысым қыздарики 100 000 болыпты. Приветики, қыздар, приветики. Ботанический сад ходила жүріп қайтуға. И салауат тоже айттым. Салауат айттым. Занималась йогой там. Йогой занималась и пришла домой. И келіп қыздар, смотрю в телефон, у меня там заказы набрались. Сосын заказдарымды жинап, сол Каспий, Валберске заказдарымды өткізіп тастадым. Мені білесіздер ғой, мен көп балалы анамын, 7 балам бар. Мен 1000 рет салауат айтып тастаппын. Соң бір сағаттай кітап оқыдым. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Бүгін міне көріп тұрсыңдар ғой тақырыпты. Тақырыбымыздың аты ажырасқан қызды баласымен алған дұрыс па я бұрыс па деген тақырып. Осыны талқылаймыз бүгін. Так что жігіттер по факту, по тема бойынша айтыңдар. Ема, по тема айтыңдар, қуып кетпей. Давай. Мен егер шын сүйсем, алам, брат. Алам мен шын сүйсем. Адамды өткеніне қарап емес, жүрегіне қарап алу керек. Ассалаумағалейкум, браттар. Жігіттер, қалайсыңдар? Менің ойымды айтқым келсе, мен ондай ажырасқан қатынды баласымен алмас едім мен. Иә, оны ойлану керек ол. Қатынды мен алмас едім мен. Ондай қатындар қатын болмайды олар. Ол неге ажырасқан олар? Жақсы қатын бәріне шыдап, бәріне көніп жүре береді ол. Жаман қатын болып тұрғаны ғой, значит. Мен ондайларға жоламаймын, алмаймын, мен алмас едім ондайларды.